Бағдарламаның бас демеушісі Биохаят компаниясы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Абай Құнанбайұлы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге жас қари теле сайысы. Естеріңізге сала кетейік, бұл Асыл арна телеарнасының Алматы қалалық орталық мешітімен бірлескен жобасы. Жас қари теле сайысының бас демеушісі Биохаят компаниясына және де Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атындағы мешіт ұжымына ерекше алғысымызды білдіреміз. Қаншама ғасыр өтсе де, бірде-бір әріп өзгермеген қасиетті кітап Құран-ы Кәрім адамзаттың игілігі үшін қызмет етіп келеді. Кітапты қасиетті деп айтатын себебіміз, ол адамзатқа тура жолды нұсқаушы әрі ақ пен қараны айырушы. Құран барлық адам баласын екі дүниелік бақытқа жеткізуге арналған Алланың сөзі. Әдеттегідей сайысымызға төрелік етіп, әділ бағаларын беретін қазылар алқасымен таныстырып өтейін. Данияр Әлимұхамедұлы, біздің қазылар алқасының төрағасы. Алла разы болсын аға сізге. Және де біздің әділ қазылар алқасының мүшелері Серік Полатханұлы мырза мен Нұрлан Саюз Маматұлы. Құран оқу деген мағынаны білдіретін қиро сөзінен шыққан. Бұдан қырағат деген сөз шығады. Яғни Құран оқу, көп оқу деген мағынаны білдіреді. Расында Құран көп оқылатын кітап. Бүгінгі сайысымызды бастайық. Бірінші болып мінберге шығатын Ерсұлтан Жайығұлы, жасы 12-де, Алматы қаласындағы нөмірі 169-шы мектеп лицейінің оқушысы, Бекет ата мешітінің шәкірті. Бәрінен де сөз бастау қиын дейді Ерсұлтан. Өзіңе сәттілік тілейміз. Бірінші өзің бастайын деп отырсың. Алла жар болсын. Құрметті әділ қазылар мүшелері, бисмилля деп сұрақтарыңызды қоюларыңызға рұқсат дейміз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. والليل إذا يغشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Жақсы. Алла жар болсын. Екінші сұрағымыз. Екінші сұрақ Алақ сүресінің бірінші аяты. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Иқра бисми раббикаллази халақа. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. Жақсы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Соңғы сұрақ. Вайлул ликулли хумазатил лумаза. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Келесі сүре.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل Sadaqallahu azim. Жақсы рахмет. Мінекей азамат деп осы ер сұлтандай жігіттерді атаса керек. Ең бірінші болып шықса да сасқалақтамай, емін еркін әдемі оқыды деп ойлаймыз. Әділ қазылар алқаларының да мүшелерінің де көңілі толып отқан сияқты. Қалған 5 бауырыма да осындай сәттілік тілеймін, сенімділік тілеймін. Еш уайымдамаңдар, саспаңдар. Өздерінің күнделікті жасап жүрген жаттығуларын, жаттап жүрген Құрандарын соны әдемілеп оқып беруді Алла нәсіп етсін. Келесі біздің қатысушымыз мінбердің төріне шығатын Жомартұлы Абдурахман, 12 жаста, Алматы облысы Үшқоңыр Қазақ орта мектебінің оқушысы, Қарасай Батыр мешітінің шәкірті. Ал сәттілік Абдурахман. Алғашқы сұрақ. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وجاء ربك والملك صفا صفا بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Жақсы. Екінші сұрақ. Зілзала сүресін оқыңыз. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Соңғы сұрақ. فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Sadaqallahu azim. Allah razı olsun. Алла разы болсын. Біздің құрметті Абдурахман бауырыма үлкен алғыс айтқым келеді. Бүгінгі сайыстың тартысты болатын түрі бар. Әдемі басталды. Дәл осы ретпен жалғастырайық. Келесі кезекте мінбердің төріне шығатын Досмұхаммед Қайратұлы Алматы облысы Ұзынағаш ауылынан келіп отыр. Қалмет ата мешітінің шәкірті. Ал, қош келдің Досмұхаммед. Алла жар болсын. Алла сәттілік нәсіп етсін. Алғашқы сұрақ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Жақсы. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ. Шәмс сүресін оқыңыз.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Жақсы. Келесі сұрақ, соңғы сұрақ. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما شاء الله. الله разы болсын. Ал енді құрметті қатысушылар, сайыстың бел ортасына келдік. Расымен де өте тартысты сайыс болып жатыр. Дос Мұхаммед бауырыма үлкен алғыс айтқым келеді. Жарайсың, Алланың нұры жаусын. Дәл осы сайысты әрі қарай жалғастыратын Бақыт Мақсатұлы 10 жаста Алматы қаласындағы 188-ші мектеп гимназиясының оқушысы, Әбу Бәкір мешітінің шәкірті. Ал, сәттілік балам. Ал алғашқы сұрақ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Жақсы, бәрекелді. Екінші сұрақ, Бәләт сүресінің 1-ші аяты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. Жақсы. Соңғы сұрақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-Қари'a. Мал-Қари'a.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه حاوية فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأمه حاوية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Жақсы рахмет. Мыңда бір алғыс. Сайысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі мінберге шығатын жас ең кішкентай қатысушыларымыздың бірі Дінмұхамед Қуанышбек, жасы 8 жаста, Алматы облысы Қарасай ауданы Абай ауылдық орта мектебінің оқушысы, Райымбек ауылы Зұқа Батыр мешітінің шәкірті. Ал қош келдің Дінмұхамед. Қазақта Дінмұхамедтің жаманы болған емес. Сол аталарыңа ұқсаған мықты азамат болғайсың. Сасқалақтамай, уайымдамай, даусыңды шығарып, әдемілеп тапсыра ғой. Алғашқы сұрақ: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Жақсы, бәрекелді. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ, Ләйл сүресінің бірінші аяты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والليل إذا يعشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى Жақсы, жеткілікті. Алла разы болсын. Соңғы сұрақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Жақсы рахмет, Алла разы болсын. Алла разы болсын, жарайсың. Небәрі 8 жаста Дінмұхамед Қуанышбек бауырымыз, жарайсың. Мыңда бір алғыс. Ал келесі мінбердің төріне шығатын, бүгінгі сайысымызды тәмамдайтын
Рахымжанұлы Әлімжан бауырымыз 12 жаста. Алматы қаласы Абдолла Розбақиев атындағы нөмірі 153 мектеп гимназиясының оқушысы, Әли Мұхаммед мешітінің шәкірті. Ал бауырым, сәттілік. Алғашқы сұрақ. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Келесі сұрақ. Ләйл сүресі. وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Соңғы сұрақ. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Рахмет, Алла разы болсын. Алла разы болсын, машалла, қандай керемет, тамаша. Әлімжан бауырым, мыңда бір алғыс, әдемі мүдірмей үш сұраққа да жауап бердің. Жалпы құрметті көрермендер, біздің 6 қатысушымызда өнерін паш етті, Құран оқуларын көрсетті, сұрақтарға мүдірмей жауап берді. Бүгінгі бағдарлама өте тартысты болды деп білем. Біздің әділ қазылар мүшелеріне де оңай болған жоқ, өте қызу, тартысты талқылау болды. Соның нәтижесін қазір естейтін боламыз. Бүгінгі 6 қатысушымыздың 6-ауы да өте тамаша болды. Соның енді нақты нәтижесі қандай екен біздің ұстаздар айтсын. Сөз кезегі өздеріңізде. Құрметті көрермендер, құрметті біздің бүгінгі сайысқа қатысушы жас қарияларымыз, барлығы 6 қатысушымыздың барлығы да толық үш сұрақтың барлығына соңына дейін оқып жауап берді. Ішінде ең жастары да бар, ең жаңа кішкентай бүлдіршіндеріміздің өздері ешқандай бір жаңа қысылмай еркін оқығандықтарында көріп отырсыздар. Енді біздерге де осы үшінші топтың жеңімпаздарын анықтау оңай болған жоқ. Біз бірақ енді ақылдас толық жалпы ұпайлардың барлығын санай отырып, үш жеңімпазға біз ең лайықты деген шешім шығарып отырмыз. Ең көп ұпай алған, бұл топтағы ең көп ұпай алған біздің Рахымжан ұлы Әлімжан бауырымыз 54 ұпай, толық 54 ұпай жинап отыр. Ең алдыңғы қатарларда. Одан кейінгі бұл топтағы келесі айналымға өтетін біздің қатысушымыз ол Қайрат ұлы Дос Мұхаммед. Құттықтаймыз. Үшіншісі ол да 53 ұпай жинап отыр. Жайқы ұлы Ерсұлтан. Құтты болсын. Бәрекелді. Осы үш азаматымыз келесі соңғы мәреге, яғни финалға жолдама алатын болады. Құтты болсын. Ал құтты болсын бауырларым. Бұл әлі жарыстың ортасы, әлі алда келесі кезеңдер бар. Басқа топтардан суырылып шыққан әлде мықты жігіттер бар. Солармен Құдай қаласа
жарысатын сәт алды. Ал өтпей қалған бауырларымызға еш мойымаңыздар деп тілегім келеді. Інілеріме ештеңе етпейді. Құдай қаласа жарыстарың әлі алды. Сендерге керісінше үлкен алғыс айтқымыз келеді. Алла разы болсын. Өздеріңдей қазақтың мықты жігіттері көп болсын деп тілейміз. Ал құрметті көрермендер, естеріңізге тағы да сала кетейік. Бұл Асыл арна телеарнасының Алматы қалалық орталық мешітімен бірлескен жобасы Жас Қари телесайысының бас демеушісі Био Хаят компаниясына және Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атындағы мешіт ұжымына ерекше алғысымызды білдіреміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.